Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреу ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмар, бұлар болмаса тән жанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демеклік, не көрсе соған талпынып жалтыр-жылтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына бетіне басып қарап, сырнай керней болса, дауысына ұмтылып, анан ержетін көрегендей тұрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіре. Бұл неге бүйтеді деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмар, білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген, сырын түгелде бен болмаса денелеп, білмесе адамдықпен орны болмайды, оны білмеген соң. Адамның жанын үрі жаратқан, сол әсерін көрсетіп жаратқан, сол қуат жетпеген, мит толмаған ессіз бала күндегі бол немене, ол немене деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде, ұйқы тамақта есімізден шығып кетеді. Оғын құмарымызды ер жеткен соң ақыл кіргенде, орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз? Сол өрістеді өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек. Бұл жанның тамағы еді, тәннен жан артыл еді, тәнді жанға бас ұрғызса керек еді. Жоқ, біз солай қылмадық, қызақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жанын бізді жас күнімізде билеп жүр екен, ер жеткен соң, күшенген соң, оған билетпедік, жанды тәнге басырғыздық, еш нәрсеге көңілменен қарамадық, көзбен де жақсы қарамадық, көңіл айтып тұрса сенбедік, көзбен көрген нәрсенің де сыртын көргенге ақ тойдық, сырын қалай болады деп көңілге салмадық, оны білмеген кісінің неске бітті дейміз. Біреу кеткенін айтса да ұқпаймыз, біреу ақыл айтса, ой, тәңір-ай, кімнен кім артық дейсің дейміз, артығын білмейміз, айтып тұрса ұқпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ, көр көзбенен көрген біздің, хайуан малдан неміз артық. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Бізді білмейміз, біз де білеміз, тек надандығымызда, білімділікке бермей таласқанда, өлер тірілерімізді білмей, бірі тамырымызды адыр айтып кетеміз.